Сәлеметсіздер сіздермен бірге мен Асия. Бүгінгі видеода буда пісетін сиыр етінен жасалатын котлет. Ендеше бірге дайындап. Ол үшін бізге килограмм фарш, 2 пияз, 2 картоп және 3 тілім ақ нан керек. Құрметті көрермен, бұл котлетті буда пісірудің пайдасы өте зор. Әсіресе үйде үлкен аналарыңыз болса, аталар болса, кешкі тамаққа жұмсақ, пайдалы, түнде жатқанға ауызтадан ауырмайтын сол себептен буға пісіріп жатырмыз. Өстіп сіздер де менімен бірге дайындаңыздар. Осылай жасап, сәл-пәл ұнға аунатып аласыздар. Ол буда пісетін болғаннан кейін сырты ақпау керек. Міне осылай. Міне, мен осыны өзім осылай жасаған жақсы көрем. Үйде үлкен анамыз бар. Жиі осындай буға піскен тамақтар дайындап беремін. Құрметті көрермен, міне осылай отқа қойды. Енді 40-45 минутта дайын болады. Мінекей, котлетіміз дайын болды. Сіздер қалауларыңызша, мен күріш пісірдім, сіздер қалауларыңызша гречка, немесе картоптың пюресін, макарон пісірулеріңізге болады. Ал енді дәмін көрейік. Ал достар, бүгінгі менің кешкі асым сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.